Келесі біріншісін шығарам. 2x қосылған 7 қосылған 4x. Ден жақшаны ашайын. 2x қосылған 14 қосылған 4x. Ден 6x болады қосылған 14. X-тің нәтижесі бізде 5-ке тең деді. Орнына апарып қояйық. 6 көбейтілген 5 қосылған 14. Сонда жауабы тең болады. 30, 30-ға 14-ті қосатын болсақ, 44-ке тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 9, 3 азайтылған y қосылған 15. Ден жақшаны шығамыз. 27 азайтылған 9y қосылған 15. Тең 27-тен 15-ті азайтатын болсақ, нәтижесі жоқ, қосу болып кетеді. Қосып жіберетін болсақ 42 болады. 42 азайтылған 9y. 42-де өзін жаз қоям. Азайтылған 9 көбейтілген y-тің нәтижесі 2-ке тең дейді. Сонда 42-ден азайтамыз 18-ді. Нәтижесі 24-ке тең болады. Келесі үшіншісін шығарайық. 1,5 y қосылған 9 қосылған 3,5. 1,5 y қосылған көбейтін нәтижесі 13,5-ке тең болады. Қосылған 3,5. Тең 15 y-тің өзін жаз қоям. Қосылған 16, 17-ге тең болады. Сонда 15-ті көбейтеміз. 1,5 екен ғой. 1,5-ті көбейтеміз. Y-тің нәтижесі 4-ке тең. Қосамыз 17-ні. 1,5-ті 4-ке көбейтсек 6-ға тең болады. 6 санын 17-ге қосатын болсақ 23-ке тең болады. Келесі 4-шісін шығарайық. 4x азайтылған 6 қосылған 2. Тең жақшаны ашайық. 4-тен 3x болады. Азайтылған 4-тен 3 көбейтілген 6 қосылған 2. Тең 4-тен 3x деп жаз қоямыз. Қысқартайық. 3 болады. Бөлшектің бөлімінде 2 болады. Азайтылған бөлшектің бөлімінде 2. Көбейтетін болсақ 9 болады. Қосылған 2. Тең. Енді нәтижесі 4-тен 3x деп алайық та. 9-ды 2-ге бөлетін болсақ 4,5-ке тең. Оған 2-ні қос дейді. Оның нәтижесі тең болады. Алды минус қой. Сондықтан да азайтылып кетеді. Минус 2,5-ке тең болады. Тең. Енді x-тің орнына апарып қояйық. 4-тен 3 x-тің орнында бізде 8 саны бар. Азайтылған 2,5. Тең. Қысқартамыз 2 болады. Тең. Көбейтіндісі 6 болады. 6-тан 2,5-ті азайтатын болсақ 3,5-ке тең болады екен. Келесі 1212-ші есепті шығарайық. EOK, KOL, LON, NOF бұрыштарының градустық өлшемдерін белгілеумен жазыңыздар дейді. Тауып алайық. Бұрыш EOK дегеніміз транспортир арқылы өлшеңіздер 30 градусқа тең болады. Енді KOL-ды табайық, яғни нақ аралықты табу керекпіз. Ол үшін EOL-ден азайтамыз EOK-ны. EOL-ді есептейтін болсақ, ол бізде KOL табу үшін EOL-ді есептесек 70 градус болады. Одан азайтамыз EOK-ны. Сонда ол 30 градусты. Нәтижесі тең болады 40 градусқа. Енді бұрыш
ОН-ді табу үшін бұрыш ЕОН-нен, ЕОН деп отқанымыз, ол бізде 145 градусқа тең болады. 145 градустан азайтамыз мына аралықты. 145 градустан азайтамыз 70 градусты, оның нәтижесі тең болады 75 градусқа. Енді NOF-ді есептейтін болса, ол 35 градусқа тең болады. Транспортир арқылы тексеріп көрсеңіздер болады. Енді мұндағы теңдіктің тең екенін дәлелдеңіз дейді. Енді орнына апарып қойық. Бұрыш ЕОК қосылған бұрыш КОЛ қосылған ЛОН қосылған НОФ. Орнына апарып қояйық. Тең деп 30 градусқа қосамыз 40 градусты, қосамыз 75 градусты, қосамыз 35 градусты. Нәтижесі тең болады 180 градусқа. Яғни теңдігіміз дұрыс екен. Келесі 1213 есебіміз өзара қиылысатын А және В түзілулері жүргізілген. Транспортирді пайдаланып, бұрыш 1-ді тауып алыңыздар деген. Бұрыш 1-ді транспортир арқылы өлшейтін болса, градустық өлшемі 60 градусқа тең болады екен. Қалған бұрыш 2, 3, 4-ті табамыз. Бұрыш 2-ні табу үшін оқушыларына бір аралығымыз жазыңқы бұрышты құрайды. 1 мен 2-ның қосындысы. Сонда бұрыш 2-ні табу үшін 180 градустан азайтамыз бұрыш 1-ді. Яғни ол деп отқанымыз 180-нен азайтамыз 60 градусты. Нәтижесі тең болады 120 градусқа. Сонда бұрыш 2-міз 120 градусқа тең. Ал енді 2 мен 3-тің қосындысына аралығымыз 180 градусқа тең. Бұл да бізде жазыңқы бұрыш. Сонда бұрыш 3-ті табу үшін 180 градустан азайтамыз 120 градусты. Яғни 2-ші бұрышты азайтсақ, 3-ші бұрышты таба алады екенбіз. Сонда оның нәтижесі тең болады бізде 60 градусқа. Келесі бұрыш 4-ті табайық. Бұрыш 4 деп отқанымыз 3 пен 4-тің қосындысы. Сонда бұрыш 180 градустан азайтамыз бұрыш 3-ші градусты. Яғни 180-нен азайтамыз 60 градусты деген сөз. Мұна нәтижесі тең болады 120 градусқа. Енді оқушылар осы жерден бір-біріне тең градустар табатын болса, бізде бұрыш 1 мен бұрыш 3. Бұл бізде вертикал бұрыштар деп аталады. Ал бұрыш 2 мен бұрыш 4-ші бұрыштарымыз бір-біріне тең.